Математика пәні тақырыбы шамалар. Оқушылар, бір жылда 4 мезгіл болатынын білеміз. Олар: қыс, көктем, жаз, күз. Сонымен қатар бір жылда 12 ай бар. Яғни олар: қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан. Бір аптада 7 күн бар. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. Желтоқсанның 3-і үй жұмысы. Бірінші есеп 42-ші бет. Сұрақтарға жауап жаз. Бірінші сұрақ: қараша айында неше күн бар? Екінші сұрақ: қараша айы аптаның қай күнінен басталады? Үшінші сұрақ: 25-ші қараша аптаның қай күніне сәйкес келген? Төртінші сұрақ: жұма қараша айының қай күндеріне сәйкес келеді? Жауаптарыңды жаз. Номер 2, 42-ші бет. Рим цифрларымен белгіленген ай атауларын, әр айда неше күн бар екенін жаз. Төртінші есеп 43-ші бет. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте.